Ұлытау жобасы. Армысыз құрметті көрермен, бұл Open Ұлытау жобасы ашық аспан астында шынайы сұхбат, еркін әңгіме алаңы. Жезқазғанның қақ ортасында тігілген түсірілім алаңының бүгінгі қонағы Қазақстанның еңбек ері Тұрсынбек Макишев. Тұрсынбек аға, қош келдіңіз. Өзіңіздің балалық шағыңыз Ұлытау мен Жезқазған даласында өтті. Осы өңірдің тумасысыз. Сол дала, туған жер сіздің қалыптасуыңызға қалай әсер етті? Енді жаңа өзіңіз айтып отырсыз ғой, мен негізі осы Жезқазғаннан бір 60 шақырым жерде Жезді елді мекені бар. Ол уақытында негізі кенші елді мекен, марганец өндірген. Сол Жезді елді мекенінің тумасымын. Сол жерде тудым, сол жерде балабақша болды, сол жерде мектебім болды. Содан әкемнің жұмыс бабымен осы Жезқазған, онда Жезқазған облысы, Жезқазғанға ауыстырып, осында көшу енді керек болды. Сол өзгертіп, Сәтбаев қаласына көшіп келгенбіз. Енді мен жалпы айтсам, әкем соғыс ардагері, анам тыл ардагері. 9 бала дүниеге келгенбіз, 9 ағайынды. Содан қазір 3 ағайындымыз, енді себеппен ауырды, бауырларым 6 жоқ. Сол әке-шешеміздің тәрбиесін көріп, осыда туып, өсіп, өніп, енді қазір жаңа айттыңыз ғой алдында, еңбек ері атағына ие болдым. Енді еңбегіммен деп, адал еңбекпен өзі бұл атақ бір үлкен кісі айтып еді, бұл еңбек ері атақ дейді, енді жазушы кісі өзі. Сол кісінің айтатын ғой, бұл сатылмайтын атақ, таныс арқылы берілмейтін атақ. Бұл мынау төбеден өзі еңбегімді бағаланған, басқа қонған бақ қой деп. Сондай жетістігім бар. Осы жердің, осы Ұлытаудың, Жезқазғанның өңірінде туып өсіп, осындай үлкен дәрежеге жетіп отырмын. Енді өзіңіз айтып отырсыз, әкеңіз екінші дүниежүзілік соғыстың қаһарманы, анаңыз тыл ардагері, өзіңіз еңбек ері. Сонда бұл ерлік қанмен беріліп отыр ғой. Баланы емес, өзіңді тәрбиеле дейді. Әке-шешеңіздің осы күнге дейін ұран етіп жүрген қай сөзі есіңізде қалыпты? Енді біз жаңа алдында айтып өттік, біз келең ағайындымыз, ер баламыз. Енді бұзықтық жасаймыз ғой, баламыз ғой. Содан енді үйде былай шамалы тергеу жасайды. Неге бұзықтық болды деп. Сонда енді бала кезімізде, мен де өзім есімде қалған бала кезімде енді өзімді ақтап шыққым келеді ғой. Папа мен бүйтпені мен емес өзі деп. Сонда әкемнің қасиеті қатты сөз айтқан емес. Мынадай бір қатты боқтап дейді ғой, жаман айтқан емес, естіген емес біз. Бірақ сол кісінің жаңағындай бір бұзықтық жасағанда мен сонымен қазір өзім жаңа ұран деп отырсыз ғой, сондай әй балам дейді, жынды мен жынды болмаса еш дейді, ақылмен жүр дейді, ақылмен. Сен мысалы қазір енді соны айтылып отыр ғой, біреу қатты сөз айтса бетіне қарап сабырлықпен үндемей жеңген дұрыс дейді. Дұрыс қой, сөзге сөз ол қақтығыс болып кетуі мүмкін ғой. Сол енді сол әкемнің тәрбиесі сондай бір сабырлы адамдығын өзі. Енді бұл осы жерде өмір сүргеннен кейін біраз жерде ол кісіні таниды, жақсы таниды. Мынау бір үлкен осы Жаукасинов 70 деген ауыл шаруашылығын айдың ардагері бар, мықты кісі. 90-ға келеді келесі жыл. Сол кісінің айтатыны ғой маған, әкемнің көзін көрген. Сол кісінің айтатын, сенің дейді мынау жүргенің, анау ата әкеңе халықтың батасы. Сол әкеңнің берілген батамен жүрсіңдер деп. Сонда енді өзім ойнайым. Рас қой енді ол. Әкеміз құрметті болған, сыйлаған халық. Енді мен әкеміз андай болғаннан кейін біздің бұзық болып жолдан таю деген ол мүмкін емес. Жаңағы енді бұзықтық
жасағаннан сол маған бір ер бала болған соң біз енді айтқаны сол жаңағыдай, ай балам ау, енді ол жындылық жасап тұрса жынды мен жынды болмасайшы дейді. Сол енді өзім солаймын, мысалы қазір ұстаным сол, біреу бір қатты сөз айтып, енді қазір өзі қоғам болады ғой, жұмыста болады, басқа жерде болады, біреу енді бастықпын деп бастығын көрсетсін, сол сабырлықпен деңгейіне түсіп кетпе дегені ғой. Иә, деңгейіне түсіп кетпе дейді, сол өз-өзіңмен, өзі ақылыңмен жүр дейді. Бәрекелді. Жалпы еңбек жолыңыз 80-ші жылы дәнекерлеушіден бастапсыз, кейін шахтада жұмыс істедіңіз. Осы еңбек ері болғанға дейін қандай қызмет атқардыңыз? Біз мысалы еңбек ері деген атақ алғаныңызды білеміз, шахтер болғаныңызды білеміз. Нақты жердің астында қандай жұмыс атқарылып жатыр? Қалай келді бұл? Бұл бізде бірлестік бар, республикалық қоғамдық бірлестігіміз бар, Тәуелсіз Қазақстанның халық батырлары деген. Төрағамыз генерал-лейтенант, халық қаһарманы Бақытжан Ертайұлы Ертаев. Сол әр облыстарда бір конференция өтеді. Сода енді мынау айтайын деп өткен кеншінің жұмысы туралы бір сырттың адамы айтқаны. Бір үлкен Павлодар облысының бір үлкен ардагері сұрады. Сұрақ қойды, қасында бір отырдым, сосын қай саладансыз деп, сосын мен кеншімін дедім. Кенші 35 жыл жердің астында еңбек еттім дедім, әлі еңбек етемін. 35, сонда сол кісі айтатын ғой, інім ау, 35 жыл жер астында істеу деген ол мүмкін емес қой деп. Сосын мен айтамын, аға, алдыңызда отырмын ғой мен, сол жер астынан келіп сіздің алдыңызға келіп отырмын дедім, командировка қойған конференция. Сондықтан енді бұл кеншінің жұмысы негізі жаңағысын енді соқсын сөзіме жеткізіп отырмын да, ол мүмкін емес дейді, 35 жыл істеу. Өте ауыр еңбек қой, өте ауыр. Мысалы мен дәнекерлеуші деген, мен өзім жер астында қызмет еткен дәнекерлеуші деген, ол уақытта барлығы темір, шойын, металл. Дәнекерлеуші деген сынып кетеді, ауысым уақытында. Бұл дәнекер деген енді темір жабыстыру ғой, ол кәдімгі үлкен мамандық қой. Содан бастап, сосын өзім енді кенші болғаннан кейін, болса да жер астында жүргеннен кейін бір табысы молырақ мамандықты талғайсың енді, отбасын жеткізу керек дейді, баланы өсіру керек, оқыту керек. Сосын өзім қазіргі мамандығым проходчик дейді. Бұл енді бұрынғы өзіміздің тілімізбен, өзімізге былай енді орысша болса да, бірақ құлағымызға жағатын. Аралап жүресіз ба? Аралап жүресіз ба қазір? Жоқ. Проходчик деген үңгілеуші дейді, мен бұрғылаймын. Біз кәдімгі проходчик деген ең жер астындағы бірінші жүретін, кеңді қазып, кеңді жол салатын біздің мамандық. Сондықтан бұл кеншілерге енді қай мамандық болсын, қай жұмыс болсын, қай ауыр ғой, бірақ енді менің мамандығым бұл ең қиын мамандық. Біз өзіміз бұрғылаймыз, өзіміз төбемізді бекітеміз, өзіміз оқытаймыз, өзіміз аттырамыз. Сол екі жігіттің еңбегі осының барлығы. Енді жалпы бұл еңбек ері деген кенші, мен өзім бұл атақты 19 жыл алғанда, сонда ең бірінші сұхбатымда айтылғам, бұл жалғыз маған емес бұл атақ берілген. Бұл жалпы осы кеншілердің, кеншілер ұжымына беріліп отқан атақ бұл еңбек ері. Себебі негізі жер астындағы кеншілердің мен бірінші еңбек ерім, тұңғыш еңбек ерім. Осы Жезқазған, Ұлытау өңірінде, ол уақытта Қарағанды облыстығымыз, сол уақытта Қарағанды облысының тұңғыш еңбек ері болып. Енді бұл кеншінің еңбегі өте зор ғой, өте зор. Бұлай енді экономикаға қаншама үлес қосылып отыр осы. Мынау енді көріп отырсыздар, біз отырған жеріміз Жезқазғанның қақ ортасы, мынау осы менің мекемем, өндіріс үлкен Қазақмыс деген корпорациямыз. Бұлай енді мақтанатында жағдай осы өндірістегі жалақы ең жоғарғы ғой елімізде деп. Қарапайым жұмысшыдан бригадирге дейін жету, жаңағы еңбек ері атану, бұл сөзсіз үлкен еңбектің нәтижесі, соның жемісі деп білеміз. Ұжымның да еңбегінің нәтижесі дейсіз. Ұжымның беделі мен сенімділік оңай қалыптаспайды ғой. Сіздің бригадаңызда татулық пен еңбек өнімділігі сақталуының құпиясы неде болды? Енді бұл білмеймін кім қалай ойлайтын, негізінде
мен бригадир болып қазір сіздерге айтайын, мен 42 жасымда болдым бригадир. Ол 42 жас деген барлық еңбектің жаңағы кеншінің жұмысының барлық егжей-тегжейін білемін. Содан мен болғанда сайлады жігіттер, кәдімгі сайлады. Үлкен ағам Алиасқар Айман, ол 7 жас үлкен тұғын, шамал шаршадым дегенсін. Енді біз сосын сайлап, негізі ұжым ғой, бригада дегенге бұл сырттан адам алынбайды. Ол кәдімгі ұжым. Мысалы мен өзім сырттан адамды аламаймын, жігіттермен ақылдасам. Мына жігіт еңбекқор екен, сөзі жоқ, әңгіме айтпайды ешқандай, нағыз қарапайым жігіт. Осыны алсақ, себебі сол жігіттер ғой істейтін бірге. Ертең екеу айттым, жаңа алдында айтып отырмын, екеуімен жүреді, серікпен. Біздің мен мамандығым, өйткені жалғыз жүру негізі тәртіп бойынша шарт сондай. Жалғыз адам жүрмейді, қай мамандық болсын. Себебі қауіпсіздік жағынан. Жер асты ғой өйткені себебі. Ал енді мен өзім жаңағы бригадамда бұл бір-бірімен сыйласатындай жағдай болу үшін ол бір-бірін тану керек, бір-бірімен келісу керек. Енді мен балаларыма, жігіттеріме, інілеріме түсіндіремін ғой, мына жігіт алмақшы болып отыр, мен өздерімен ақылдасайын, қалай істей аласыздар ма деп. Себебі ол енді бір ұжым болғаннан кейін текетірес шикәңме болмау керек қой. Сондан мен өзім жігіттеріммен мақтанам, менің жігіттерімді мақтайды. Себебі жаңағындай өзім көп әңгіме айтпайтын балалар, інілеріммен барлығы жұмыс, басқа ешқандай істің адамы. Өзі мен енді мақтанатын себебім жаңағы менің жігіттерім, ол жай мен сөзіміз, ол дәлелеп кез келген басшыдан сұрасаңыздар да ең қиын жерлерде жұмыс істейді. Жалпы осы шахтадағы өмір тәуекел мен төзімділіктің мектебі ғой. Жаңағы өзіңіз айтқандай шаршадым дейтін кезде, қиын сәттерде сізге күш қуат беретін не нәрсе? Күш қуат беретін, енді мына өзі бір тағы мен енді Кеңес одағының баласы болғансын, бұл негізі енді алдыңа жоспар қойылғаннан кейін онда міндетті түрде орындау керек қой. Шаршадым деген. Сол міндет, өзіңнің мынау сана, жаңағы сапалығып бір... Мен өзі былай балаларыма, інілеріме айтам, мынау жұмысты сапасы істеп кетсе, көрем ғой енді өзім көріп. Сосын айтам, айналайын, мынау әр жұмыс, бұл сенің бетің деймін. Бетің. Мына ертең келгенде сұрайды, мына кім істеді десе, Тұрсынбек істеді десе, ой, бұл мына кісі солай болып қалды ма деп. Ол кемшілік қой деймін. Сондықтан енді мен өзім міндетім ғой. Бұл өзі кенші деген негізі ауыр жұмыс болғаннан кейін бұлардың өзі бұлай түсінігі, мынау деңгей жаңағы өзің бұлай қарым-қатынас жаңағы өзің жұмысына бізде бөлек болады. Ол ертең істеймін деген болмайды ол. Шамалы кешік басақ та бітіріп кетуіміз керек. Өйткені техника болады, техника сынады, бір жағдай болғанда соның өзінде бізде ауыр жұмыс болса да жаңағындай енді білмеймін, біздің мынау рухымыз ба бір былай көтеріңкі болады. Мен өзі шахтаға, мынау шахта дейміз ғой, кенші болып 90 жыл тұрғанда, енді Кеңес одағы ғой, сонда мынау біздің Сәтбаев қаласы, сонда Никольский, біз кенші болу деген, кенші болу, бұл үлкен абырой тұғын. Кенші деген барлығы біледі, кенші деген еркектің жұмысы дейді, ауыр жұмысы, себебі жеті қат жердің астында түсіп жұмыс істейсіз. Сосын енді жалақысы да, мысалы қай жерге барсаң да кеншімін десең, деп жалақысы көрінеді. Сосын өзің жаңағы мынау ердің жұмысы ғой енді кенші. Мен жалпы ешкімді бұлай кемсітіп отқан жоқпын. Дұрыс, статистика бойынша ең қауіпті жұмыс кеншілердің жұмысы. Сондықтан енді мен бұны өзім толтырып, қуанып, мақтанып, былай қуанышпен айтамын. Кім дегенде мына кеншілерім қайсысы болсын. Ол енді үлкен жұмыс болғаннан кейін, қиын жұмыс болғаннан кейін, қауіпті жұмыс болғаннан кейін бұл ерекше. Сосын енді мен өзім әр мамандықтың өзі міндетті түрде жұмысын адал, абыроймен атқару керек. Шынымен қазір еңбек адамына қоғамда көзқарас өзгеріп жатыр. Биыл да осы жұмысшы мамандықтар жылы деп жарияланды. Сіздің ойыңызша жұмысшы мамандығының беделін арттыру үшін тағы қандай амал қолға алыну керек? Жұмысшы мамандықты
негізі құрметтеу білу керек қой. Жұмысшы мамандық өз негізі қазіргі таңда мынау кеше мемлекет басшымыздың жолдауында қатысқанмастан сонда да бір айтып бағаны жастарды өндіріске тарту. Өндіріске. Бұл енді бұл жерде де енді жастарды кінәлауға болмайды, себебі қоғамда өзі былай бір тенденция бар, бір ата-аналардың өзі балаларын ауыр жұмысқа, қара жұмысқа салғысы келмейді. Аяйды, ол болмайды ғой. Ол енді біздің мемлекетіміз мысалы барлығы экономист, юрист, бухгалтер болып кетсе, ол мынау жер астының байлық болса ғой, экономиканы көтеретін. Мысымыз бар, алтынымыз бар, көміріміз бар, басқа енді. Сондықтан бұл жұмысшы, бұлай мемлекет басшымыздың мынау жарлығы ғана болмасын деймін. Бұл әр жерде, әр мекемеде, әр облыста басшылар сол қолдап, кәдімгідей ұлықтап, құрметтеу керек. Бұрынғы біздің кеңес одағымызда мысалы бұл ерекше болған. Жұмысшы деген бұл бөлек дүние. Енді мен артық кетсем кешірерсіздер. Мысалы кеше ғана мынау республика күніміз өтті. Сол жазылып жатыр, айтылып жатыр. Жұмысшы жылы дейді, бірақ жұмысшының марапаты, жұмысшылардың марапаты аздау дейді. Жұмысшы кәдімгі мынау қарапайым. Кеше механизатор ағамыз солтүстік Қазақстаннан еңбек ері атағын алып, мынау Қарағанды кеншілерінің ішінен Чернобай деген кісі еңбек ері атағын алып, бұлар жұмысшылар. Енді жалпы ол халық мысалы енді әр жерден, әр облыстан өздерінің мақтаныш жұмысшылар көп қой, қарапайым. Солар неге аталмады деген сондай әңгіме бар. Сондықтан мен айтамын, бұл жай сөз болмай, жай әңгіме болмай, кәдімгі мынау бағаланбай жатыр деп ойлайсыз ба? Бағаланып құрметтеу керек негізі. Бұл алға шығарып, алға көрсетіп, үгіт насихат жүргізу керек. Сосын мынау кешегі айтқандай, мынау ата-аналардың жаңа айтып отырмын ғой, балаларын аяп көп жерде ауыр жұмысқа бергісі келмейді. Жаңа өзіңіз айтып отырсыз, өндіріс деп. Енді Ұлытау өңірінде тудыңыз өзіңіз. Ұлытау өңірінің өндірістік әлеуетін дамыту үшін қандай амалдар қолға алыну керек деп ойлайсыз? Еңбекте жүргенде қай жерде жүрсем жаңа адал еңбек деймін, адалдықпен барлық қай жерде болсын өзі адалдық өзі ұғым болу керек адамда. Мынау енді біз Ұлытау дегеніміз кеше ғана 3 жылдан жоғары шамалы астық Ұлытау облысы болған. Бірақ өзгеріс бар. Бұл даму үшін жалпы халық болып, жалпы ел болып көтеру керек облысты. Мысалы қазіргі уақытта тағы әкімді сынайды, басқасын сынайды, орынбасар, ол дұрыс емес деп ойлаймын. Бұл өте бұл халыққа да, мына өркендеуге де осы біздің бұл кемшілік ол. Бұл өзі мен енді әкімге былай мен енді жақтап отқан жоқ, бірақ енді негізі солай деп түсінемін мен өзім. Әкім жалғыз өзі ештеңе істей алмайды, дұрыс па? Бұл халық, қала оны даттап, оны сынап, ол болмайды. Әр жерде мысалы мынау жастардың өзі қазір мынау кіп-кіптей қоқыстың өзі бүлдіреді ғой, дұрыс па? Сол тәрбиелеу керек. Баланы бесіктен дейді ғой, қай жер болсын тазалыққа үйрету керек, еңбекке үйрету керек, сосын бірлік болу керек. Қай жерде кім жаңағы сіз айтыңыз, облысты біздің өркендеп көтеру үшін бізге еңбек жасау керек, үлкен еңбек, сосын бірігіп жасау керек. Тамаша. Сіз еңбек жолын бастаған кездегі Ұлытау қандай еді? Қазіргі Ұлытау қандай? Мен енді еңбек жолын бастағанда кеңес одағы ғой. Иә. Кеңес одағы. Әрине кеңес одағының уақытында енді ол кезде Жезқазған облысы. Жезқазған облысы, иә, ол уақытта енді көзіміз бөлек қой, енді ол уақыттағы әрине бала кезіміз болған соң былай сағынып, былай орысша айтқан ностальгия дейді ғой. Ал қазір енді заманауи. Мынау мен артыларыңызға қарасаңыздар, мынау Қазақмыстың жаңа ғимараты. Мынау сол жағыңыздағы, сол уақыттағы мен кенші болып тұрғанымда екеуінің айырмашылығы бар. Енді негізі заманауи
ғимараттар көтеріледі, барлық енді өзгеріс әрине болады ғой. Мынау кешегі ұлытауымызда мысалы ол уақытта ұлытау болды, қазір ұлтұясы ұлытау деп бізге бүкіл мемлекеттің деңгейінде көтеріп облысты атын ұлытау болды. Сосын енді ұлтұясы ұлытау, 300-дің басын қосқан ұлытау. Сосын мынау кеше ғана осы ұлытаудың етегіне мемлекет басшысының жарлығымен рәміздер алаңы бар ғой бізде, мақтанатын. Енді мен өзім мақтанам ұлытауыммен. Көркейіп келе жатыр. Өсіп келе жатыр. Енді былай жақсы жағынан айтқанда айтатындай сөз бар. Ұлытаудың болашағын қалай елестетесіз? Болашағы болады ғой, негізі мен сізге айтайын, жаңа осыдан біз Ұлытау облысы болмай тұрғанда Қарағанды облысы болдық қой. Біз енді жасыратын ештеңе жоқ, халық азайып қалды. Себебі жаңа Қарағанды, Астана, Алматыға біраз мамандар көшіп кетті. Мынау жаңа бізде тапшылық дәрігерлер. Сол уақытта кетіп, қазір келгендер, мысалы 3 жылда өзгеріс бар екенін байқалады. Өзгеріс, мынау жаңа тұрғын үйлер көтеріліп жатыр. Мынау Жезқазғанның неміз бар өзіміздің. Кеңгір су қоймасы бар ғой. Көл дейміз, сол жағынан біраз үй көтерілді. Сосын мынау енді мен мақтанатындай шахмат мектебі бар. Жансаяның. Қожа. Енді сол кісінің Жансая сол кісінің. Сосын мынау спорт кешені көтерілді кеше. Үлкен. Бұл енді біз 3 жылда бұны істеп отырық. 3 жылда. Сосын енді болашақта мынау жолдарымызда қазір негізі өзі қарапайым адамның көлікте жүретіннің барлығы жол болса болды ма деп ойлап қалады кейде. Жол енді әрине, жол қарым-қатынас жүруге ыңғайлы өзі. Ал болашақ болады, себебі Ұлытау, мен өзі жүрген жерімді айтам, Ұлытау өзі атына сай болу керек, облысымыз. Соған енді мен үмітім өте үлкен, солай болады деп ойлаймыз. Өзіңіз еңбек етіп жүрген шақта да жас мамандар бар шығар. Оларды енді өзіңіз тәрбиелейсіз, кеңесіңізді бересіз. Ал мына біздің жастарға, жалпы жастарға берер кеңесіңіз қандай? Жалпы жастар негізі бір патриотизм дейміз ғой, патриотизм. Патриотизмді әркім қалай түсінеді, дұрыс па? Біреулер жаңағы мылтық алып, отанды қорғау дейді, патриотизм дейді. Ой, енді әскер борышын міндетті түрде атқару керек қой. Бірақ патриотизм деген білім. Білім кіреді, білімді болу керек жастарымыз. Сол біліммен биіктен көріну керек. Қазақстанның атын қазір қаншама мынау қай пән болсын олимпиадаға қатысып жүрген балалар аз емес. Соны патриотизм деймін, білім деймін. Сосын әрине еңбектену керек, сосын адал болу керек қой. Қай жерде жүрсеңіз де адал, досыңа да адал, өзі адал адам қай жерде жүрсе де жолы ашық болады. Тамаша. Бүгінде сізде әріптестеріңіз тәжірибелі бригадир, еңбек майданының адамы дейді, мемлекеттің өзі сізді еңбек ері деп жатыр. Ал өзіңіз, өз өміріңізді қалай сипаттар едіңіз? Мен енді өз өмірімді сипаттағанда мен қарапайым отбасы ғой. Жаңағы әкем соғыс ардагері болды, анам тыл ардагері, 4 ағайынды болып осы соңғы кезде осы 2-3 жыл болды, бір ағам қайтқанына ауырып. Былай сипаттағанда среднестатистический семья дейді біздікін. Ешқандай үйдегі жолдасым бәйбішем ұстаз, 32 жыл қазір неде білім бөлімінде әдіскер. Сосын Былай сұрайыншы ендеше, өзіңіздің өмір жолыңыз жайлы кітап жазылса, сол кітаптың аты қалай болар еді? Оны ойламаппын. Қазір ойланайықшы. Жоқ, оны ойламаппын. Ол негізі кітап жазатындай қазір енді жазғыштар көп негізі. Сізге айтайын ба? Шамалы. Енді мен ондай кітап жазатындай әлі. Жақсы, сіз туралы біреу жазса, қалай аталатын еді ол?
ойбай, оны білмедім. Бұл енді қиын сұрақ екен. Өйткені бұл ойланып жүрген жоқ бәрінен. Кітап дегенді, бұл кітап жазғанда кәдімгі лайықты бір кітап дегенде тарих болды, қалады ғой. Тамаша. Қарапайым еңбек адамның үлгісі қоғам үшін өте маңызды, иә? Сіздің ойыңызша мұндай адамдардың даңқын дәріптеу жолында қандай істер қолға алыну керек? Қандай істер қолға алыну керек? Сол кісілердің даңқын дәріптеу жолында. Сол кісілердің даңқын дәріптеу үшін мен енді бұлай қатты айтам ба, өзі қасымда менің көршіміз, мен көршіміз сол кісімен көрші болдым. Социалистік еңбек ері Дінберген Баймағамбет деген ағамызбен 5 жылдан асты қайтыс болғанына. Енді ол кісі Кеңес одағының социалистік еңбек ері, менің алдымдағы еңбек ері. 43 жылдан кейін мен еңбек ері болдым. Сол кісіні мен тыңдайтын тұғым әңгімесін тыңдағанда енді ана кісі, мен де өзім кейбір кезде ойлаймын, сол кісіге ұқсайтын шығармын деп, қатты әңгіме айтпайтын тұғым. Біз кеншіміз ғой, кеншіден не әңгіме, ай, забойың қалай дейді, забой деген жаңа асты ғой, жер асты. Забой, ана жерді байқап жүрдің ба, мына жерің дұрыс па, дұрыс деп. Содан мен енді қатты сыйлаймын ол кісілерді. Бұл кісілерді дәріптеу деген бұл бұлардың еңбегі адал адамдар ғой. Енді мен өзім бір ұстаным алдыма қоятын сол, мен адалдықпен бәрін салыстырам. Адал адам, адал жігіт, адал кенші, адал жұмыскер, оның жолы ашық болады. Жаңағы сіз айтып отқан дәріптеп оларды мен енді барлығы өзі дәріптейтінде енді мен бұлардың ісін әрі қарай жалғастырып, оның барлығын сол өзіңнің еңбегіңмен, өзіңнің ұстанымымен жалғастыру керек. Бірақ адал болу керек. Мен өзі басқа сөзмен сондай кенші болғаннан кейін бізде мынау балаларыма да айтамын ғой, біз иығымызды бір-бірімізге тіреп жүреміз жер астында. Тіреп. Неге? Еңбегіміз солай. Екеуміз бір-бірімізге байланыстымыз. Содан ана қасындағыға өз жұмысыңды артуға болмайды. Ауыр ғой жұмыс. Ол шаршаған адам құлап қала ма, шалынып қала ма дегендей, ол тастың жер асты деген өзі былай еңбектеп жүрмейміз ғой, алып техника жүреді, ол қауіпті жер өзі негізі. Сонда балаларым айтам, анау келесі ауысымға бірдеңе тастап кетпе, өзің міндетті түрде еңбегіңді істеді, артындағы ауысымға қолынан келсе, оның да жұмысын бір шамалы істеп кет деймін. Күш қуатың жетіп тұрса. Сондықтан мен енді өзім қай жерде жүрсем балаларым айтатын, адал жүріңдер жүрсем адал. Үйдегі балаларыма да, жұмыстағылеріме де. Енді мен жаңа дәріптеу деген бұларды мен қай жерде жүрейін, бұларды мен мақтанышпен айтамын. Жаңа аға буынымды. Бұлар енді шынында да Кеңес одағының социалистік еңбек ерлері де мақтанатындай тұлғалар ғой. Жақсы. Тұрсынбек аға, көп рахмет. Open Ұлытау жобамызға қатысып, ашық аспан астындағы студиямызға келіп, алтын уақытыңызды бөліп, тұшымды әңгіме құрғаныңызға көп рахмет. Сіздерге рахмет.